Қостанайдың көшелерінің бірінде жүк көлігі өртенді. Көліктің кабинасында өрт шамамен сағат 8-де Назарбаев даңғылында тұтанған. Жүргізуші автокөлікті жол жиегінде тоқтатып сыртқа шығып үлгерді. Бірнеше минут ішінде от темір тұлпардың барлық кабинасын шарпып кетті. Оқиға орнына полицейлер мен тез арада өрт сөндірушілер жетті. Облыстың төтенше жағдай департаментінің мәліметтері бойынша өрт жылдам сөндірілді. Оқиға нәтижесінде ешкім зардап шеккен жоқ. Өрттің себебі анықталуда. Құтқарушылар жүргізушілерге өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауды, көліктің техникалық жағдайын үнемі тексеруді және төтенше жағдайлар туындаған кезде 101 немесе 112 нөмірлеріне дереу хабарласуды ескертеді. Қостанайда жалған нөмірлермен автомобиль ұсталды. 29 қаңтарда кезекшілік кезінде қорғау қауіпті жүргізуші мобильді қосымшасы 41 жастағы ер адамның Toyota Land Cruiser 100 маркалы автокөлікті жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлерімен жүргізіліп жатқанын анықтады. Сонымен қатар алимент төлемеген үшін оның жүргізуші куәлігінің қолданылуы шектелген. Полицияның мәліметінше құқық бұзушыға қатысты 2 әкімшілік іс қозғалды, сотқа жіберілді. Куәліксіз көлік жүргізген үшін 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл, яғни 78,5 мың теңгеден астам айыппұл күтіп тұр. Жалған нөмірлер үшін оны 5 күнге дейін қамауға алуы құқықты 1 жылға шектеу мүмкін. Автомобиль арнайы тұраққа орналастырылды. Полицияның мәліметінше бұл жылдың басынан бері 4-ші факт, ал өткен жылы полицейлер 32 жалған нөмірлі автомобильді анықтаған. Қостанайда жүк көліктерінің жүруіне тыйым салатын белгіні елемеу жол ережелерін бұзу күн сайын тіркелуде. Бұл әуежай шағын ауданның қаладағы Қостанай 2 бөлігімен байланыстыратын айналма жолда орын алуда. Полицияның айтуынша, жүк көліктерінің жүргізушілері айқын белгіге қарамастан осы учаскеге кіріп, кептелістер мен апаттық жағдайларды туғызуда. Қала тұрғындары белсенді түрде мұндай оқиғалар туралы хабарлап, әлеуметтік желілерде заң бұзушылықтың бейне жазбаларын жариялауда. Сондықтан патрульдік полиция батальоны осы жол учаскесінде рейдтер өткізді. Жыл басынан бері полиция 30-ға жуық жүк көлігінің жүргізушілерін жол белгілерін талаптарын елемеген үшін жауапкершілікке тартты. Сонымен қатар 20 жеңіл көлік жүргізушісі жолдың қарсы бетіне шығумен, темір жол өтпелерімен өту ережелерін бұзған үшін жауапкершілікке тартылды. Соның ішінде стоп белгісін елемеу және бағдаршамның тыйым салатын сигналы. Полиция стоп белгісі жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін орнатылғанын атап өтті. Рейдтердің жалғасатыны да айтылды.